Good afternoon, children. How are you? I'm Miss Simbat. Today we will write summative assessment for the cross-curricular unit. Let's start. Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Сендермен мен Мисс Сымбат, және де бүгін біз өткен бөлім бойынша бақылау жұмысын жазатын боламыз. Бақылау жұмысын бастамас бұрын әркім өзінің жеке логин паролі арқылы Білімленд платформасына кіреміз, және де бақылау жұмысын жазу барысында үлкеннің және өзге адамның көмегінсіз өзіміз жетік орындап әділ бағамызды аламыз деген сенімдемін. Әр сынып өзінің сынып расписаниясы бойынша сабаққа ағылшын тілі пәніне жаңадай кіріп, бөлім бойынша бақылау жұмысын орындауға кірісеміз. First task. Read the text again and choose Jill or Steve. Яғни бірінші тапсырмада бізде екі мәтін берілген, Jill жайында және Steve жайында. Сол мәтінді оқимыз және де төменде берілген сөйлемдер кімге қатысты екендігін таңдаймыз. Мысалы, біріншісінде айтады, Can play the piano. Яғни ол пианинода ойнай алады. Ол кім? Jill немесе Steve. Төменде берілген төрт бұрышқа өзіміз батырманы басып, бір Jill, екі Steve, төменге астына үш Jill деген секілді дұрыс варианттарын жазып шығамыз. Next task, find the names of musical instruments. Келесі тапсырма бізге берілген төрт музыкалық аспаптың ағылшын тіліндегі атауын жазуымыз қажет. Яғни мына жерде астында сызылып тұрған жерге бірінші музыкалық аспапты, келесін сол секілді мына төменге өзіміз бір деп жазамыз, екі астына үш деп дұрыс вариантын жазамыз. Және де жоғарыда бізге берілген әріптер, көмекші әріптерді көмегі арқылы музыкалық аспаптың дұрыс атауын табамыз. So that's all. See you next lesson. Goodbye.